Мен сіздерді жинап алған себебім алда осы қайырымдылық адамгершіліктің белгісі тақырыбында ертеңізде қайырымдылық акциясы өтеді. Сол акцияға өз үлесімізді қосу үшін, сіздердің ой бөлісу үшін, жоспар құру үшін сіздерді шақырып отырмын. Сіздер қандай ұсыныс, қалай өтеді сол туралы кішкене айтып өтсеңіздер және қандай өздеріңіздің ұсыныстарың бар айтатынын сол туралы кішкене ой бөлісейік. Неден бастаймыз? Бірінші мақсат назар өтсек, бұл іс-шараны ұйымдастырудың мақсаты оқушылардың санасына мейірімділік пен қайырымдылық ұғымдарын қалыптастыру. Және көптеген концерт бағдарламалар ұйымдастыру сосын ақылай көмек көрсету. Иә, қаржылай көмек көрсету. Бұл концертке үйден оқитын балаларды шақыруға болады. Иә, шақырамыз, иә. Енді ары қарай неден бастаймыз енді? Концертімізді не істеуіміз керек, өткізуіміз керек. Жүргізуші таңдап алайық, екі жүргізуші болады. Иә. Кім жүргізуші? Оқушы өлең айтсын мысалы. Оқушылар арасынан мысалы би билейтін өнерлі оқушылар таңдап алайық. Өздерінің сыныптарында билейтін қыздар бар ғой, иә. Бір биді көрсетіңіздер, иә. Бір ән, бейбарысты, иә. Алтын сыныпта ән айтса, тағы. Сосын асылым билейтін. Иә, тағы. Және бір сыныптан құралған би тобы шығарайық. Би тобы бар. Сосын қайырымдылық қоры байланысты соған бір флешмоб ұйымдастырсақ. Күрен ұйымдастырайық әзірге. Иә, дұрыс. Тағы да не көрсетуге болады? Болды. Тағы да мүмкін бейнетаспа ма, бір қайырымдылық бір бейнетаспа, иә, Олар сіздер қайырымдылық осы іс-шараға барлығымыз бір кісіде атсалысып, соны үлкен жауапкершілікпен өткізейік. Сіздерге сенім артамыз, осы шараны дайындап, безендіріп, сіздермен бір үлкен іс-шара өткізейік деген ойым бар. Сондықтан да осы іс-шарада сіздерді көргім келеді. Рахмет. Өзгеге су ұсынсаң, өзіңе бал ұсынды. Басқаға сор тілесең, басыңнан бақ ұшырды. Алдыңнан Мен 9-шы сынып оқушысы Қырабаева Ұлан. Бүгінгі қайырымдылық адамгершіліктің белгісі атты іс-шарадан менің түйгенім мол болды. Және де сол қайырымдылық адамгершіліктің белгісі атты іс-шарада көмекке мұқтаж жандарға көмектескен жандарды көріп, және де сол көмекті алған адамдардың қуанғанын көріп, іштей бір жылулық сезімі пайда болды. және де сол бейнетаспаны көру арқылы барлық оқушылардың жүрегіне де бір қайырымдылық, қамқорлық мінездер барды деп ойлаймын, және де осындай іс-шаралардың көп болуына өз үлесімді қосамын деп ойлаймын. Күліңкіреп бастай. Мен 8-ші сынып оқушысы Әбілқасымов Дамирмін. Бүгінгі өткен акцияға қатысқаныма өте, қамқорлық акциясына қатысқаныма өте қуаныштымын. Себебі бұндағы бүткіл балалар, адамдар өзін қуанышты, көңілге жақсы болып отты. Осындай акциялар Қазақстанда көбейе берсін. Мен де бұл акцияларға өз үлесімді қосқаныма қуаныштымын. Біріншіден өзіңізді таныстырып кетсеңіз, және де бүгінгі іс-шарадан өзіңіз қандай әсер алдыңыз, сол жөнінде пікір бөліссеңіз. Мен Әділбекұлы Саяттың анасымын. Балам үйден оқитындықтан бүгін мектепте өткізіліп жатқан қайырымдылық қоры іс-шарасына келіп, баламды алып келіп қатыстырып жатырмын. Балам менің өзінің сыныптастарын көріп, қуанып, бір көңілі көтеріп қалды. Үйде отырғандықтан өмірі іші пысып, бір өзі жалғыз отырғандықтан бүгін күнге жақсы өзі көңіл көтеріп, жақсы әсер алды. Бүгінгі іс-шараны ұйымдастырып жатқан сіздерге көптен көп рахмет. Осы істеріңіз алға баса берсін, жалғасын таба берсін. Рахмет, сізге де рахмет келіп қатысқаныңызға. Мен мектеп директоры тәрбие жөніндегі орынбасары Клара Кешалқызымын. Бүгін біздің мектебімізде адамгершілік, қайырымдылық адамгершіліктің белгісі тақырыбында үлкен акция болып өтті. Бұл акция әрине біздің мектебіміздегі
іс-шаралардың, оның ішінде рухани адамгершілік бағытында жүргізілгендіктен бұл іс-шараның маңыздылығы өте жоғары. Біздің бұл акцияға мектебімізден мүмкіндігі шектеулі оқушылар және үйден оқитын балалар, олардың ата-аналары және демеушілік көрсетемін деп келген біздің осы ауыл аймақтағы қонақтарымыз келді. Бұл іс-шара жоғарғы деңгейде өтті. Нелерге ұйымдастырушы қыздарға көп рахметімізді айтамыз. Сонымен қатар бүгінгі біздің іс-шарада атсалысып демеушілік жасаған ауылдағы осы кәсіпкерлерімізге, ұстаздарымызға мың алғыс білдіреміз. Өйткені біздің оқушыларымызға осындай көмек көрсетіп, өздерінің сый-сияпаттарын жасап, оқушылардың көңілін бір көтеріп тастады. Ата-аналар да өз ризашылықтарын білдірді. Сондықтан да осындай акциялар қазіргі таңда көбейіп, біздің балаларымызға кеңінен жасала берсін деп шығаратын жасаған нәрісіңді, болжымас бұл өмірдің бумеранг заңысынды. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Өзгеге гүл сыйласаң, өз бағың жайқалады. Өзгеге мұң сыйласаң, күлкіңді тойтарады. Өмірде өзгермейтін заң бары байқалады. Бумеранг өмір бәрін өзіңе қайтарады. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы.